Жылқы етінен дайындалған үйдің дәміндей голубцы. Голубцыдың ішінде бір ингредиент бар. Көп адам оны қоспайды, бірақ дәл соның арқасында ол өте шырынды әрі жұмсақ болып шығады. Бүгін мен сіздерге сол құпия рецептімді көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең маңызды тәсілді соңында айтамын. Ассаляму алейкум достар. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жылқы етінен ерекше дәмді голубцы дайындаймыз. Мен фаршты алдын ала тартып қойдым. Енді бірге барлық кезеңін көрсетемін. Мен фаршты алдын ала жылқы етінен өткізіп қойдым. Сосын барлық көкөністерді алдын ала жуып алдым да, бір дана сәбіз, бір дана картоп, 2 дана жуа, менде үйде 8 дана болгар бұрышын қостым. Енді 1,5 дана жуаны салмасына майдалап турадым. Қалған жарты пиязды сорпасына қуырғанға алып қалдым. Сосын сәбізді де үккіштен өткізіп, қалған сәбізді домалақтап турап қойдым сорпасына. Барлық көкөніс фаршқа шырындылық береді. Енді тұз, қара бұрыш және өзім ұнататын дәмдеуіштерді қосып барлығын жақсылап араластырамын. Фаршымды да салып араластырдым. Сосын жарты пиала күрішімді де жақсылап жуып, оны да араластырдым. Сосын фаршқа 1 дана қызанақ турап салып жібердім. Осы секрет дәмді әрі жұмсақ етеді. Енді болгар бұрышына салмамды салып шығамын. Голубцыдың тым үлкен болмағаны жақсы. Сонда бір келкі піседі және дастарханға да әдемі көрінеді. Енді бағанағы қалған жарты пиязымды сорпасына турадым. Қазанға май құйып қыздырып алдым да, пиязымды салып қуырып бастадым. Одан кейін сәбіз бен картошкамды салып, оларды да қуырып алдым. Үстіне томат пастасын салдым. Жарты қасықтай томатты кішкене қуырып жіберсеңіз, сорпаңыз қып-қызыл әдемі болып шығады. Үстіне сосын барып суды құйып жібердім да, жаңағы 8 штук болгарскийімді салдым. Енді қақпағын жауып баяу отта шамамен 1,5 сағат пісіреміз. Осы уақытта үйдің іші сондай керемет иіске толады. Осындай тағамдар отбасы мүшелерін бір дастархан басына жинайды. Міне біздің голубцыйымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі әрі шырынды болып пісті. Іші жұмсақ, салмасы өте нәрлі. Жылқы еті көкөністермен керемет үйлеседі. Егер сіз бұл рецепті жасап көрсеңіз, пікірге міндетті түрде жазыңыз. Сіздер көбірек қандай қазақы және үй тағамдарының рецептін көргілеріңіз келеді. Видеоны ұнатсаңыздар, лайк басып, арнама жазылыңыздар. Алдағы видеоларда тағы да оңай әрі дәмді рецептермен бөлісемін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.